Саламатсыздар ма оқушылар? Қалайсыздар? Бүгін біз нұсқа талдауымызды бастаймыз. Бірінші есептен бастайық. Геометрия келіпті. ВА-сы бұрышының градустық өлшемін табыңыз дейді. Мұнда ВА-сы деп тұрған. ВА-сы деп тұрған бізде мына бұрыш табуымыз керек. Енді қарайық. Мына жерде бізде БОС деген бұрышымыз, центрлік бұрыш, ол 130 градусқа тең. Демек, бұл жерден шығатыны ВА-сы доғасы да бізде 130 градусқа тең. Енді қараңыздар. Бізде шеңбер жалпы 360 градусты құрайды. Ендеше біз В-сы қалған доғаның градусын тауып алайық. 360-тан азайтамыз осы 130 градусты, сонда 230 градус болады, кешірім сұраймын, 230 градус. Енді қараңыздар, бізде ВА-сы бұрышы, осы В-сы доғасының ішкі бұрышы. Ішкі бұрыш болса, демек ол осы доғаның жартысына тең, яғни 230-дің жартысы 2-ге бөлеміз 115 градус. Демек, жауабымыз мұнда 115 градус болады екен. Келесі, екінші есеп. Мұнда түбірасты x және кубтық түбірасты x арқылы бізде теңдеу берілген. Бірінші пропорциямен көбейтіп алайық. Түбірасты x қосылған кубтық түбірасты x тең болады 3 түбірасты x азайтылған 3 кубтық түбірасты x. Енді түбірастыларды бір жаққа жинаймыз, ал кубтық түбірастыларды екінші жаққа қарай жинаймыз. Сонда 4 еселенген кубтық түбірасты x тең болады 2 еселенген кубтық түбірасты x. Мұндағы түбірдің алдында коэффициенттерін азайтып қосып отырамыз. Енді теңдеудің екі жағын 2-ге бөліп жіберсек, 2 кубтық түбірасты x тең болады түбірасты x. Енді түбірден құтылу үшін мұнда қараңыздар, квадрат түбір мынау, ал мынау бізде кубтық түбір. Қысқартып жіберу үшін 6 дәрежелеуіміз керек. Теңдіктің екі жағын 6 дәрежелейміз. Сонда 2-ның 6 дәрежесі көбейту, мұнда 6 мен 3 қысқарады да x-тің квадраты қалады. Тура солай 2 мен 6 қысқарып, x-тің кубы қалады. X-тің квадратына қысқартып жібереміз теңдіктің екі жағын. Сонда 2-ның 6 дәрежесі 64 қалады. Ал оң жағында жай ғана x. Демек, жауабымыз бізде 64 болады екен. Келесі, үшінші есеп. Егер А бізде тиісті, минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралыққа тиісті. Олай болса, мына өрнекті ықшамдауымыз керек. Мұнда бізде модуль бар, сондықтан мына аралық беріліп тұр. Қараңыздар, осы аралықтан бір сан алайық. Мысалға, минус 1-ді алайық, минус 3-ді алайық. Минус 3-ті орнына қоямыз. Модульдің ішіне минус 3 қосылған 2 тең болады. Модуль ішінде минус 1 шығады. Демек, бізде модульдің астында минус сан шығады. Теріс сан шығатын болса, біз модульді немен ашуымыз керек? Дұрыс, минуспен ашуымыз керек. Ауымынан А-ны жақшаның сыртына шығарайық. А-ның квадраты қосылған А, азайтылған 2 бөлімінде мына модульді біз минуспен ашамыз. Демек, минус А, жақшаның ішінде А қосу 2. Яғни модульдің орнына енді жақша жазамыз. Азайтылған А квадрат қосу 4. Ықшамдаймыз бөлімін. Минус А квадрат, азайтылған 2А, азайту А-ның квадраты минус 4. Жақшаның ішінде А квадрат плюс А минус 2. Енді минус 2А-ның квадраты, одан кейін минус 2А, бұнда қосылған 4, қосу 4. Бөлшектің бөлімінен минус 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ болады. Солай жасап жіберейік. Минус 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда А квадрат қосылған А, азайтылған 2 қалады. Минус санды шығаратын болсақ, бізде таңба ауысады. Мұнда байқауымызша жақшалар бірдей, демек қысқартып жібереміз. Және де А бөлінген 2 минусымен қалады екен. Демек, С жауабы дұрыс деген сөз. Келесі, төртінші есеп. 20-дан үлкен, 500-ден кіші, 7-ге еселі сандардың қосындысын табыңыз дейді. Енді қарайық, 7-ге еселі сандарды біз табуымыз керек. 20-дан үлкен, 7-ге еселі сан қандай? 21, 21-ден бастаймыз. Одан кейін 7-ге еселі сандар кете береді, 28 деген сияқты. Соңында бізде енді 500-ден кіші қандай сан 7-ге бөлінеді? Есептесек, ол 497. 497 7-ге бөлінеді. Енді қараңыздар, бұл бізде байқасақ, прогрессияны беріп тұр. Арифметикалық прогрессия 7-ге артып жатыр.
қосу 7, мұнда қосу 7, қосу 7. А1 бірінші мүшеміз бізде 21-ге тең. D айырым бізде мұнда 7-ге тең. AN ең соңғы мүшеміз 497-ге тең. Бізге табу керек сандардың қосындысы, демек SN-ді табуымыз керек. Ал біз N-ді табуымыз үшін ең бірінші AN-ның формуласын ашамыз. AN дегеніміз A1 қосылған жақша ішінде N-1 D. Сандарды орнына қоямыз. 497 AN дегеніміз, A1 дегеніміз 21 қосылған N белгісіз, D деген 7. 497-ден 21-ді азайтамыз. Сонда 476 болады. N-1 көбейтілген 7. 476-ны 7-ге бөлеміз. Сонда N-1 деген бізде 68-ге тең болады. Демек N бізде 69. Сонда біз S69-ның мәнін табуымыз керек енді. Формуласын салайық. 2A1 қосылған N-1 D бөлінген 2 көбейтілген N. Мұнда A1 бізде 21-ге тең. 2 көбейту 21 қосылған N 69, демек 69-дан 1-ді азайтамыз 68 көбейтілген D бізде айырым 7-ге тең. Бөлінген 2 көбейтілген N. N бізде 69. Енді есептеп жіберейік осыны, тез-тез. 17871 шығады екен. Менде жауабымыз осы. Келесі 5-ші есеп. Бізде осы параболаның төбесінің координатасын табыңыз дейді. Параболаның төбесінің координатасын формуламен табамыз, суретін сызып қойын, мысалға. Осындай парабола бар, төбесінің деп отқамыз, мына нүкте. А нүктесінің координатасын табуымыз керек. Ол үшін бізде формуласы бар, x нолевой, бізде минус b бөлінген 2a. X-ті табатын формулаға ұқсайды, бізде дискриминанттағы. Тек қана дискриминанты жоқ бұл жерде. Тең, минус, бізде минус 5-міз плюс 5 болып кетеді. Бөлінген 2 көбейту а-ның мәні 2-ден 1-ге тең. 2 мен 2-ден 1 қысқарады, сонда 5 қалады. X нолевой бізде 5-ге тең екен. Енді бізге y керек. Y-тің мәнін табу үшін біз жай ғана мұнда x-ның орнына 5-ті қоя саламыз. 2-ден 1 көбейтілген 5-дің квадраты 25, азайтылған 5 көбейтілген 5, қосылған 3. Мұнда 25-ті 2-ге бөлсек 12 жарым, азайту 25, қосылған 3. Есептеп жүретін болсақ, бізде 12 жарымнан 25-ті азайтсақ, минус 12,5, оған 3-ті қоссақ, минус 9,5 шығады екен. Демек, координатамыз 5-те минус 9,5. Түсінікті болса, келесі 6-шы есеп, геометрия. Алты-бұрыштың ең кіші диагоналін керіп тұрған доғаның ұзындығын табыңыз дейді. Мұнда қарайық, алты-бұрыш. Мынау бізде центрі. Мынау бізде радиусы. Бізде енді алты-бұрышта мынандай қасиет бар. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы қабырғасына тең болады. Демек, 2-ге тең. Радиус бізге 2-ге тең. Енді ең кіші диагоналі. Бұл бізде ұзын диагоналі FC деп отқанымыз, бізде ол ұзын диагональ. Бізге табу керек кіші диагоналі. FD диагоналін сызып алайын мінекей. Ол диагональ бізде кішісі. Енді осыны керіп тұрған доғаның ұзындығы. Доға деген бізде не еді? Ол шеңбердің бір бөлігі, мінекей. Яғни FED доғасының ұзындығын табуымыз керек қанша екенін. Ол үшін қарайық. Бізде мұнда 6 бұрыш шеңберді қанша бөлікке бөліп тұр, қанша доғаға бөліп тұр? 6 доғаға бөліп тұр, бізде барлығы 6 доға бар. Осы 6 доғаның бізде екеуінің ұзындығын табу керек. Міне біріншісі FE-ның және E-дің ұзындығын тауып қосуымыз керек. Екеуі бірдей. Демек, біз былай жазсақ болады. Жалпы шеңбердің ұзындығы 2πr, Біз бұны көбейтеміз. Бізде барлығы 6 доға бар, бізге табу керек екеуін. Демек, 2-ні үстіне жазамыз. Сонда қысқартып жерсек, мұнда 4πr бөлінген 3 қалады. Енді қайталайық. Неге 2-ге көбейттік? Себебі бізге 2 доғаның ұзындығын табуымыз керек. Неге 6-ға бөлдік? Себебі бізде барлығы 6 доғаға бөлінген. Орнына қоямыз 4π көбейтілген r бізде 2-ге тең, бөлінген 3. Сонда 8π бөлінген 3 шығады екен. Жауабымыз. Егер де бізде 3 доғаның ұзындығын тап десе, 2 емесе, онда біз мынаяқта 2-нің орнына 3-ге көбейтетін едік. Түсінікті болса, келесі есеп.
осы функцияның максимум нүктесін табыңыз дейді. Максимум минимум нүктелерді табу кезінде біз бірінші туындысын тауып нөлге теңестіреміз. Туындысын табайық. Мұнда 2 косинустың туындысы минус синус 2х. Енді ішінен туындабамыз. 2х-тің туындысы бізде 2, я? 2-ке көбейтеміз. Санның туындысы 0-ге тең. Демек, минус 4 синус 2х. Біз 0-ге теңестіреміз. Синус 2х тең 0, мұнда 2х тең. Синустың дербес жағдайлары бізде пк, х тең пк бөлінген 2. Енді бай жасайық, аралық сызайық. Мұнда енді к-ның орнына сандарды қоямыз. К-ның орнына 0-ді қоятын болсақ, бізде x-тің мәні 0 шығады. Бізде 0 деген нүктеміз. Одан кейін келесі к-ның орнына 1-ді қоямыз. 1-дің орнына қойсақ, x-тің мәні пи бөлінген 2. Нүкте пи бөлінген 2. Тағы бір нүктені алайық. К тең 2. X-тен мұнда пи шығады. Енді қарайық. Бізде x-тің орнына, мысалы 0 мен пи бөлу 2-ның арасындағы кезелген бір нүктені алайық. Пи бөлу 4-ті. Ал бастапқыға қойып көреміз. Минус 4 синус 2 көбейту пи бөлінген 4. Осы нүктені алып жатырмыз. Минус 4 синус пи бөлінген 2 90 градуста мәні 1-ге тең. Демек, минус 4. Мұнда минус мән шықты. Демек, мынау жердің таңбасы минус. Келесі плюс, келесі минус осыға кете береді. Максимум нүкте деп отқан бізде ол плюстан минусқа қарай өткен кез, яғни өсет және кемейді. Ол нүкте бізде қайсы? Бізде пи нүктесі, мінекей. Өсет, кемейді. Мынау бізде максимум нүктесі, мінекей. Демек, пи. Жауапқа пиді белгілейсіздер. Пи қосу пиканы. Келесі, 8-ші есеп. Мұнда өрнектің мәнін табыңыз дейді. Косинус 15 градус көбейтілген. Қараңдар, жақшаның ішінде бізде формула, таныс формула. Синус альфа, косинус бетта, азайту, синус бетта, косинус альфа деген. Бұл бізде синустардың қосындысы. Сонда, бұл бізде синус, азайтамыз. Альфа минус бетта. 15 градустан 30 градусты азайтсақ, минус 15 градус. Бөлінген, бөлімін жазайық. 4 синус 15 градус, косинус 30 градус, косинус 15 градус. Бірдейлерді қысқартайық. Косинус 15 пен косинус 15 қысқарады. Мұнда синус 15 және синус минус 15. Бізде синустың ішінен минусты алдыға қарай шығарып жүрсек болады. Демек, қысқартамыз да, минусын алдыға шығарамыз. Минус 1 деп қоямыз. Ал мұнда минус 1 бөлімінде 4 көбейту косинус 30 градус қалды. Косинус 30 градусты ашамыз. Ол түбір асты 3 бөлінген 2. Қысқартамыз. Сонда минус 1 бөлінген 2 түбір асты 3. Иррационалдықтан арылтып жүрсек болады. Минус түбір асты 3 бөлінген 6. Мінекей, жауабымыз бізде осы. Келесі 9-ші есеп векторға байланысты екен. С векторы А және Б векторларының қосындысы дейді. А векторының ұзындығы 5, Б векторының ұзындығы 3 екендігі белгілі. А және Б векторлары арасындағы бұрыш 60 градусқа тең. С векторының ұзындығын табыңыз дейді. Мұнда А және Б векторының ұзындығын қоса салу бізде жеткіліксіз, себебі А және Б векторының арасында бұрыш 60 градус бар, мынау А векторы болсын, мынау бізде Б векторы болсын. Арасында бұрыш 60 градус. Ал А мен Б векторының қосындысы С вектор, ол бізде мінекей. Демек, бұл жерде жай ғана қоса салу жеткіліксіз 5 пен 3-ті. С векторының модулін табу үшін, мұны А қосылған Б деп тұр ғой бізде. Осы векторды квадраттаймыз және түбірін астына аламыз. Себебі квадрат пен түбірді қысқартқан кезде бізде модуль пайда болады, біз білеміз неге, мына модуль пайда болады. Қысқаша көбейту арқылы ашамыз. А квадрат қосылған 2АБ, мұнда векторлар бар арқайсының, қосылған Б векторының квадраты. Енді вектордың квадраты болып тұрса, біз осы жерге модулінді ала берсек болады. 5-нің квадраты деп. Ал А көбейту Б деп тұрған, бұл жерде біз скаляр көбейтіндісін табуымыз керек. Скаляр көбейтінің формуласы АБ косинус альфа, Сонда бізде шығады 5 көбейтілген 3 косинус альфа. Косинус альфа, косинус 60 градус 2-ден 1-ге тең. Сонда бізде 15 бөлінген 2, яғни 7,5 шығады екен. Қосылған.
Мұнда қараңдар, 2 еселенген бар, 2 көбейту 7 жарым қосылған b бізде 3, 3-тің квадраты. Енді есептейміз. 25 қосылған 15 қосылған 9. 25 пен 15 40, 9 досамыз 49, демек түбірден 7 шығады. Сонда жауабы 7 болады екен. Келесі 10-шы есеп тригонометриялық теңдеу. Мұнда қарайық. Синустың квадраты бар, және синустың өзі бар, және бос мүше бар, 2. Демек, жаңа айнымалы енгізуіміз керек. Синус x-ті бір әріппен алайық, кезелген әріппен, мысалы t болсын. Сонда 2 t-ның квадраты азайтылған 3 тұбырасты 2 t минус 2-ні солға қарай таңбасын өзгертіп өткіземіз. Плюс 2 тең 0. Ары қарай дискриминант табамыз. 3 тұбырасты 2-ның квадраты азайтылған 4 көбейту 2 көбейту 2. 18. Мұнда азайту 16 тең 2. Тұбырты 2-ні табамыз. 3 тұбырасты 2 плюс минус тұбырасты 2 бөлінген 4. Мұнда 2-ні 2 көбейтуіміз керек. Ары қарай енді есептейік. Қосу қып алсақ, 4 тұбырасты 2 бөлінген 4. Жай ғана тұбырасты 2 қалады. Азайту қып алсақ, 2 тұбырасты 2 бөлінген 4, ол тұбырасты бөлінген 2. Ары қарай енді орнына қоямыз. Синус x дегеніміз тұбырасты 2, синус x дегеніміз ол тұбырасты 2 бөлінген 2. Мұнда тұбырасты 2 деген ол жуық шамамен 1/141 болғандықтан, ал синустың мәні 1-ден аспау керек. Мұнда жауап болмайды. Ал синус x тұбырасты 2 бөлу 2 болса, минус 1-дің n дәрежесі көбейту қай градуста? Тұбырасты 2 бөлінген 2. 45 градуста, пи бөлінген 4 қосылған пи к. Мұнда бізде демек с варианты болады екен. Келесі 11-ші есеп геометрия. Тетраэдрдің қабырғасы 2-ге тең болса, тоқ бетінің ауданын табуымыз керек екен. Так, тетраэдр деген бізде қандай фигура? Ол бізде пирамида, барлық қабырғалары бірдей болу керек. Үшбұрышты пирамида, барлық қабырғасы бірдей мұнда. Табаны да, бүйір қабырғалары да барлығы бірдей. Барлығы 2-ге тең. Енді тоқ бетін аудан табу үшін қарайық, бізде бір бүйір беті, ол қандай фигура? Тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыш. Бізде барлық жағы бірдей. Демек, қанша жағы бар тетраэдрдің? 3 бүйір жағы бар, және табанымен 4. 4 бүйір жағы бар. Демек, біз бұлай жасасақ болады. Бір үшбұрыштың ауданын тауып, оны 4-ге көбейте салсақ болады. Демек, өйткені бізде 4 ғой үшбұрыштан. Дұрыс үшбұрыштың ауданы а квадрат тұбырасты 3 бөлінген 4, оны көбейтеміз. 4 бүйір жағы бар, 4-ге көбейтеміз. Сонда а квадрат тұбырасты 3 қалады. Ары қарай аның орнына 2-ні қоямыз, берілген 2-ні. 2-ның квадраты 4, демек 4 тұбырасты 3 болады екен. Тоқ бетінің ауданы. Келесі, функция мен оған кері функцияға сәйкес тұжырымды тап дейді. Бізде функцияның кері функциясы деген ұғым бар. Суретін салып көрсетейін. Бұл бізде y-тен x түзуі. Бізде функциямыз егерде парабола болатын болса, оның кері функциясы осы y-тен x түзуіне симметриялы түрде болады. Демек, бізде қандай болып келеді. Демек, бұл бізде d варианты y-тен x түзуіне қарағанда симметриялы болады. Бұл теория осыны жаттап алуымыз керек. Келесі 13-ші есеп. Табан қабырғалары 10 және 20 болатын тең бейлі трапецияның бүйір қабырғасын тең 3 бөлікке бөлетін 2 түзу жүргізілген. Түзулердің ұзындықтарын табыңыз дейді. Сызайық суретін. Әдемілеп сызып алайық. Кішісі 10, үлкені 20. Енді бүйір қабырғасын тең 3 бөлікке бөлетін дейді. Бүйір қабырғасын тең 3 бөлікке бөлеміз. Сол жағын, оң жағын. Енді осы түзулерді қосамыз. Нүктелерді қосып түзу жасаймыз. Әрқайсының ұзындығын табуымыз керек. Бізде бірінші түзу А болсын, екінші түзу мысалы Б болсын. Енді бұларды қалай табамыз? Мен бірінші мына трапецияны басқа түспен белгілеп қояйын. Бұл бізде бір трапеция. Бұл трапецияда байқап қарасақ, орта түзуі А болып тұр.
Ал орта түзу аны біз қалай табатын едік? 2 табанын қосып 2-ке бөлеміз, 10 қосылған b бөлінген 2 деп. Тура солай, енді басқа түспен мынау трапецияны алып қарастырайын. Бұл трапецияда бізде табандары а мен 20, ал орта сызығы b болып тұр. Демек, b тең а қосылған 20 бөлінген 2 деп жазсам болады, орта сызығы үшін. Бұл бізде жүйе. Енді осыны шығарамыз. Пропорциямен 2-ке көбейтіп жіберейін. 10 қосылған b, 2b тең а қосылған 20. Бірінші теңдеуден b-ны ықшамдап алайық. 2а азайту 10. Енді апарып екіншісіне қоямыз. 2 жақшаның ішінде 2а азайтылған 10 тең болады а қосу 20. 4а азайту 20 тең а қосылған 20. Онда 3а тең 40. А-ның мәні 40 бөлінген 3-ке тең екен. Ары қарай b-ның мәнін табайық. 2 көбейтілген 40 бөлінген 3 азайту 10. 80 бөлінген 3 азайтылған 10. Ортақ бөлім береміз. 3-тен 50. Менке сонда а бізде 40 бөлінген 3 екен, ал b 50 бөлінген 3 екен. Жауап осы. Түсінікті болса, келесі есеп 14-ші. Көрсеткіштік теңдеу. Мұнда былай жасайық. Барлығын 3-тің 2х дәрежесіне бөлейік. Неге? Өйткені мұнда 2-ның 2х дәрежесі бар. Мұнда екеуі көбейтіліп тұр, 2 мен 3-тің х дәрежелері, ал мұнда 3-тің х дәрежесінің квадраты. Бізде квадраты көбейтіндісі екіншінің квадраты. Мұндай жағдайда 3-тің 2х дәрежесіне бөлеміз. Соңғысына бөл жібереміз. Сонда бізде шығады 4. 2 бөлінген 3, жақшаның сыртына дәрежесі, жалпы дәрежесі 2х кетеді. Азайтылған, мұнда қараңдар, 3-тің х дәрежесі мен 2х дәрежесі қысқарып кетеді де, тек қана х дәреже қалады. 2 бөлінген 3-тің х дәрежесі азайту 18, қысқарып кетеді. 3 пен 3-тің 2х дәрежесі тең 0. 2 бөлінген 3-тің х дәрежесін біз жаңа айнымалы енгізсек болады, мұнда t деп алайық. 4-тің квадраты азайтылған t, азайтылу 18 тең 0. Дискриминантпен табамыз. 1 азайтылған 4 көбейтілген, мұнда минус 18 плюс болып кетеді. Енді осыны есептейміз. 40-ты 18-ге қосатын болсақ, есептеп жіберейік. Мұнда тағы да 4 бар, 4 көбейту 18 көбейтілген 4 қосылған 1, 289. Бұл 17-нің квадраты. T1 T2 бізде тең болады 1 плюс минус 17 бөлінген 8. Есептейміз. Қоссақ 18 бөлінген 8, ол 9 бөлінген 4 болады. Азайтатын болсақ минус 16, 8-ге бөлсек минус 2. Енді орнына қоямыз. 2 бөлінген 3-тің х дәрежесі, мына жерден аламыз, 9 бөлінген 4-ке тең. 2 бөлінген 3-тің х дәрежесі, мұнда біз 3 бөлу 2-ның квадраты ғой, 9 бөлу 4 деген, бірақ орындар ауысып тұр, ал мен бөлімнің орнын ауыстырамыз да, дәрежеге минусты жібереміз. Минус 2 дәрежесі болады. Сонда 3-тен 2-ның х дәрежесі, 3-тен 2-ның минус 2 дәрежесіне тең, қысқарып кетеді. Бірдей негіздер х тең минус 2 қалады. Ал 2 бөлу 3-тің х дәрежесін минус 2-ке теңестірсек, жауап шықпайды. Себебі көрсеткіштік теңдеуден бізде минустан шықпау керек. Яғни минустанға теңеспеу керек көрсеткіштік теңдеуіміз. Былайша айтқанда, кез келген санның кез келген дәрежесі минус санмен аяқталмайды, минус сан болмайды. Елес 15-ші есеп, стереометрия. А нүктесінен үшбұрышты жазықтыққа дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. А нүктесі бізде мінекей, үшбұрышты қашықтығымыз бізде мынау. Мұнда қабырғасы 2-ке тең екен, мына кубтың. Мұнда қараңдар. Ашысы деп отқанымыз бізде мынау, ол бізде бүйір қабырғасының диагоналі, демек ол бізде 2 түбірасты 2-ке тең болады. Тура солай HF дегенім, HF ол бізде төбесінің диагоналі 2 түбірасты 2-ке тең. Тура солай CF
2 түбірасты 2. Ол да диагональ, қабырғасының диагоналіне тең. Бұл бізде тең қабырғалы үшбұрыш болып тұр. Біз пирамида құрастырайық. Бүйір қырларын жүргіземіз пирамидамыздың. Басқа түспен белгілейін, түсінікті болу үшін. Көкпен алайын. Мынау бізде бүйір қырлары. Енді осыны сызайық қазір. Мына А нүктесі бізде мынау болсын. Бүйір қырларын жүргіземін. Міне AF, AH және AC деген. Енді табандарын сызайын. HC, CF және HF. Яғни біз мына пирамидамызды қазір төңкеріп салдық қой, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді біз табуымыз керек бұл жерден. Арақашықтықты, яғни биіктікті табуымыз керек. Ашты табуымыз керек. Байқап қарасақ, мұнда көкпен белгіленген қырлары бар ғой. AF дегендер, AH дегендер, бұл да қабырғаның диагональдары болып тұр. Демек, бұлар да 2 түбірасты 2-ге тең. Барлығы 2 түбірасты 2-ге тең. Демек, бұл қандай фигура? Жаңа ғана есепте көрдік. Бұл тетраэдр. Ал тетраэдрдің биіктігін табатын өзінің формуласы бар. А түбірасты 6 бөлінген 3 деген. Осыған сала саламыз. Аның мәні бізде 2, міне, 2 түбірасты 6 бөлінген 3. Жауабымыз осы екен. Келесі. Қараңыздар, 16-шы есепте есептеуіміз керек. Мына өрнектің мәнін. Мұнда қарайтын болсақ, ауымында шексіз көп нүктесі бар. Демек, бұл бізде шексіз кеммелі геометриялық прогрессия. Тура солай бөлімі де шексіз кеммелі геометриялық прогрессия. Так, бірінші ауымын шығарайық. Мұнда B1-дің мәні 1-ге тең, Q-дің мәні 2-ден 1. 2-ден 1, 4-ден 1, 8-ден 1 болып жалғаса береді. Енді S-ті табайық, қосындысын. Қосындысын формуласы B1 бөлінген 1 минус Q. Демек, 1 бөлінген 1 азайту 2-ден 1. 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ 2-ден 1 болады. Мұнда ең соңында тұрған 2, ол ауымнан көбейтіледі, 2 болады. Енді бөлімін есептейміз. Мұнда B1 1-ге тең, Q-дің мәні 3-ден 1-ге тең. 3-ден 1-ге артып жатыр. S-ті табайық. S дегеніміз 1 бөлінген 1 азайтылған 3-ден 1. 1 бөлінген азайтатын болсақ 3-ден 2 болады мұнда. 3-ден береміз. Сонда 3 бөлінген 2. Демек, 1,5 болады. Енді бөлейік. 2-ні ауымынан шыққан сан 2 бөлеміз 1,5, яғни 3 бөлу 2-ге. Бөлшекпен ала берейін, қысқартқанға оңай болады. 2 көбейтілген, көбейту дейміз, екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. Ауым мен бөлімнің 2 бөлінген 3. Мұнда ештеңе қысқармайды екен. 2 мен 2 көбейтіледі 4 қалады, бөлімінде 3. Жауабымыз осы 1,3-ден 1 екен. Араласаңа айналдырып жүрсек болады. Келесі. 17-ші есеп, y-тен арк-котангенс 3x квадрат қосылған арк-тангенс 3x квадрат функциясының туындысын табыңыз дейді. Бірінші туындыны жазайық. Арк-тангенс x-тің туындысы бізде болады 1 бөлінген 1 қосу x-тің квадраты. Одан кейін арк-котангенстің туындысы минус 1 бөлінген 1 қосылған x-тің квадраты. Ендеше табайық. Бірінші арк-котангенс. Арк-котангенсте бізде минус бар. Минус 1 бөлінген 1 қосылған аргументті квадраттаймыз. Демек 9x-тің 4 дәрежесі болады. Квадраттап жіберсек. Енді бұл бізде күрделі функция. Күрделі функция дейміз, яғни аргументтен де туынды аламыз деген сөз. 3x квадраттың туындысын алымына жазайық. 1 көбейту 6x болады. Қосылған енді арк-тангенс. Арк-тангенсте 1 бөлінген 1 қосылған квадраттаймыз. Аргументі 9x-тің 4 дәрежесі болады. Көбейтілген. Бұл да бізде күрделі функция. 3x квадраттан туынды аламыз. 6x болады. Енді қараңдар. Бұл жерде екі бөлшектің таңбасы әртүрлі және бірдей. Демек, екеуі қысқарып кетеді. Де 0 қалады. Сонда туындысы 0-ге тең екен. Келесі есеп 18-ші. MN түзуінің ұштары альфа жазықтығынан 14 және 26 см қашықтықта. MN түзуі альфа жазықтығымен қиылыспайтын болса, MN түзуінің қақ ортасынан альфа жазықтыққа дейінгі арақашықтықты табыңыз. Альфа жазықтықты сызбауымыз керек. Осылай параллелограмм түрінде сызамыз. Енді MN түзуі қалай орналасуы мүмкін? Бізде ол MN түзуі бұлай орналасуы мүмкін. Содан кейін ол бізде М түзуі
жазықтықтың астында, n түзуі жазықтықтың үстінде орналасуы мүмкін. Олар қандай да бір нүктеде қиылысады да, мінекей осылай орналасуы мүмкін. Немесе жазықтықтың бізде астыңғы бөлігінде орналасуы мүмкін, осылайша mn болып. Бізде енді альфа жазықтықпен қиылыспайды деп тұр ғой, демек біз бірінші вариант алып қарастырайық. Альфа mn, так, m нүктесі мынау болсын, n нүктесі мынау болсын. Қосамыз mn түзуі. Так, m түзуі 14 см қашықтықта. Мінекей. Тік түсірейін. Тік қылып түсіреміз қашықтық десе. n-нен түсіреміз биіктік 26. Мына бізде 14. Енді екеуінің табандарын қосатын болсақ, қараңдар, мынау қандай фигураға ұқсап тұр бізде қазір? Бұл тікбұрышты трапецияға ұқсап тұр, тікбұрышты трапеция. Бұны бұлайынан сызып қояйын. Мынау m түзуі болсын, m нүктесі болсын, мынау n нүктесі болсын. Мынау бізде тік. Жоғарғы табаны 14, төменгі табаны 26 болып тұр. Айтады, mn түзуінің қақ ортасынан альфа жазықтыққа дейінгі ара қашықтық. Қақ ортасы біздің ортасы. Ара қашықтықты табуымыз керек. Ал бұл дегеніміз тура ортасы, ол орта сызығы. Бізге жай ғана орта сызығын тап деп тұр. 26 мен 14-ті қосамыз да 2-ге бөлеміз. Мұнда 40 бөлінген 2-е. Демек 20-ға дейін. Мінекей жауабы сонда 20 болады екен. Келесі 19-ші есеп. АБ нүктелері арқылы өтетін АБ және АС түзулерінің арасындағы бұрышты тап дейді. Бұрышты тап десе, біз онда вектор арқылы шығарамыз. Бірінші АБ векторын тауып алайық, одан кейін АС векторының координатасын тауып алайық. АБ векторын табу үшін В нүктесінен А нүктесінің координатасын азайтамыз. 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 5-тен 4-ті азайтсақ 1, 2-ден минус 3-ті азайтсақ, мынау минус плюс болып кетеді. Сонда қосылады 5 қалады. Келесі С-дан А-ны азайтамыз. Минус 2, 0-ден 2-ні азайтсақ, 3-тен 4-ті азайтсақ минус 1, минус 2 плюс 3 болады, сонда плюс 1. Енді екі вектордың арасына бұрышты қалай табатын едік? Бұрыштың косинусын табамыз бірінші. Ауымында бізде екі вектордың скаляр көбейтіндісі бөлімінде ұзындықтары. Скаляр көбейтіндісін қазір табамыз, ал әзірге бізге ұзындық керек. Ұзындықты табу үшін квадраттап қосамыз. Барлығын 2-нің квадраты 4, қосылған 1, 5-нің квадраты 25. Түбірасты 30. Асы векторы ұзындығы 2-нің квадраты 4, қосылған 1, қосылған 1. Бұл бізде түбірасты 6. Енді скаляр көбейтіндісін табайық. Скаляр көбейтіндісін табу үшін әрқайсысын x-тарын көбейтеміз, қосамыз y-тарын көбейтеміз, қосамыз z-тарын көбейтеміз. 2 мен минус 2-ні көбейтеміз, минус 4. Одан кейін 1 мен минус 1-ді көбейтсек, минус 1. 5 пен 1-ді көбейтсек, плюс 5. Бөлімінде ұзындықтарын жазайық. Түбірасты 30, көбейтілген түбірасты 6. Ауымында бізде минус 5 плюс 5 0 екен. Демек 0-ге тең болып тұр. Косинус 0-ге тең қанша градуста? 90 градуста, болды. Жауабы демек 90 градус шыға салады екен. Ұзындығын есептеудің де қажеті жоқ екен, 0-ге тең болса. Келесі мынандай есеп шығарайық. 20-ші есеп, теңдеуді шешіңіз дейді. Бізде стандартты емес теңдеу. Бірінші, мында куб тұр, ішінде тағы да квадрат. Сыртында x дәреже. Бұны біз түбірлерді дәреже арқылы жазайық. Ол үшін мына екі түбірді біріктіреміз. Біріктіру үшін олардың дәрежелерін көбейтеміз. Мынау 3-тік түбір, мұнда квадрат түбір. Демек, бұл бізде жалпы 6 дәрежелі түбір болады. 3 қосылған түбірасты 8-тің x дәрежесі. Бұл дегеніміз 3 қосу түбірасты 8-дің сыртында x бөлінген 6 дәрежесі болады екен. Тура солай, минус менде. Ал енді қарайық, неге бізге именно 3 пен түбірасты 8 деген сандарды берген. Мұнда 3 қосу түбірасты 8 бен 3 азайту түбірасты 8. Екеуін бір-біріне көбейтіп көрейік. Себебі бұлар формуға ұқсайды. Плюс бар, минусы бар. Бұл бізде а квадрат минус б квадрат деген формуға ұқсайды. Біреуінде плюс жақша, екіншісінде минус. Осыған ұқсайды. Сонда 9 азайтылған 8 тең 1. Екеуінің көбейтіндісі 1 екен. Демек, біз бір жақшаны екінші жақша арқылы өрнектеп алсақ болады. 3 қосу түбірасты 8 дейміз, тең, ал мына екінші жақша
пропорциямен 1-дің астына бөлініп барады. 1 бөлінген 3 минус түбірасты 8. Так, көріну үшін мен тағы бір рет жазайын мұнда. 1-ге тең екеуінің көбейтіндісін 3 плюс түбірасты 8 дегеніміз, ол 1 бөлінген 3 азайту түбірасты 8. Мінекей, екінші жақшаны бөліп жібердік оңға қарай. Демек, бұл дегеніміз біз не істесек болады? Жаңа айнымалы енгізсек болады деген сөз. 3 азайтылған түбірасты 8 сыртында бізде x бөлінген 6 дәрежені біз осыны t деп алайық. Демек, 3 қосылған түбірасты 8-дің x бөлінген 6 дәрежесі, қарайық мына жерге. Ең маңызды тұсымыз осы. Бұл 3 азайту түбірасты 8-дің минус 1 дәрежесі, келісеміз ғой. Аумына апаратын болсақ, бізде минус 1 дәреже болады. Демек, 3 азайту түбірасты 8-дің минус дәрежесі, минус x бөлінген 6 дәрежесі. Демек, 1 бөлінген t болады. Сонда, бізде бірінші теңдеуіміз, о дегеніміз 1 бөлінген t қосылған. Екінші өрнегіміз ол t-ға тең. Мінекей, t деп алдық, тең 6-ға. Ары қарай ортақ бөлім береміз t-дан беріп шығамыз. t квадрат азайту 6-ды қосу 1 болады, тең 0. Дискриминантпен шығарайық. 6-ның квадраты 36, азайтылған 4, тең 32. Сонда t1, t2-ның мәні бізде болады 6 плюс минус түбірасын алатын болсақ, 2 түбірасты 8 десек болады. Бөлеміз 2-ге. Енді жақшаның сыртына 2-ні шығар жүрейік. Жақшаның ішінде 3 плюс минус түбірасты 8 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. 3 плюс минус түбірасты 8 қалады. Енді орнына қоямыз. 3 азайтылған түбірасты 8. X бөлінген 6 дәрежесі бізде тең болады. Бірінші плюсымен, жоқ минусымен алайық. Минусымен оңайырақ. 3 азайтылған түбірасты 8-ге тең болса, мұнда негіздері бірдей, 1 дәреже деп алайық. Қысқарып кетеді. X бөлу 6 1-ге тең, X-іміз 6-ға тең. Бізде бірінші түбір. Енді келесі. 3 азайту түбірасты 8-дің X бөлу 6 дәрежесі тең болады 3 қосылған түбірасты 8-ге. Мұнда енді біз мына өрнекті аламыз қайтадан. 3 азайту түбірасты 8, X бөлінген 6 тең. Қосу дегенде біз 3 азайту түбірасты 8-дің минус 1 дәрежесі деп алсақ болады. Кері бөлшегі сияқты. Негіздері бірдей келді, қысқартуға болады. Дәрежелерін теңестіреміз. X тең минус 6. Демек, екі жауап шығады екен. Плюс 6 және минус 6. Мінекей, кішкене бізде осындай стандартты емес есеп. Келесі 21-ші. Осы функциялармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Фигураның ауданын тап десе, функция берсе, демек бұл бізде интеграл деген сөз. Бірінші, қандай аймақтың ауданын тауып жатқанымызды көру үшін функцияны сызып алуымыз керек. Y-тен x квадрат плюс 1 функциясын сызайық. Бұл бізде параболаның функциясы. Параболада қараңдар x квадрат плюс 1. 0-ді қойсақ, x-ның орнына 1 шығады. Неге мынау нүкте. Ары қарай 1-ді қойсақ, бізде мұнда 2 шығады. 1 нүктесі. Мынау бізде 2 нүкте. Минус 1-ді қойсақ, минус 1-дің квадраты 1. Оған 1-ді қосамыз, 2 шығады. Минус 1-ді қойсақ. Мінекей. Қосып жеріп, мінекей осылай функцияны сызып аламыз. Келесі екіншісі y-тен x қосу 7. Бұл бізде сызықтық теңдеу. Сызықтық функцияны сызу үшін мұнда плюс 7 деп тұр. Демек 7-ден өту керек біздің функциямыз. Өспелі функция. Мінекей. 2 қиылысу нүктесі бар. Бізге осы аймақтың ауданын табуымыз керек. Бірінші қиылысу нүктелерін тауып алайық. Мына 2 нүктені. Ол үшін 2 функцияны теңестіреміз. X квадрат қосу 1 тең x қосылған 7. Барлығын солға қарай өткіземіз. Бетпен таба салайық, тезірек болады. 3 пен 2 деп алсақ, мұнда минус 2 деуіміз керек. Қосқанда 1 шығады, көбейткенде минус 6 шығады. Демек, мына нүктеміз 3-те, ал мына нүктеміз минус 2-де қиылысады деген сөз. Енді интеграл минус 2-ден 3-ке дейін, төменгі шегі минус 2, жоғарғы шегі 3. Ары қарай x квадрат минус x минус 6. Осыдан интеграл аламыз. X-тің
кубы бөлінген 3, дәрежеге 1-ді қосамыз, сол дәрежеге бөлеміз. X квадрат бөлінген 2 минус 6x. Минус 2-ден 3-ке дейін. Бірінші 3-ті қойайық. 3-тің кубы 27, 3-ке бөлеміз 9. Азайту 3-тің квадраты 9, 2-ке бөлеміз 9 бөлу 2. Азайту 18. Енді азайту деймізде, жақшаны ашамыз. Енді минус 2-ні қоямыз. Минус 2-нің кубы 8 бөлінген 3. Мұнда минус 4 бөлінген 2, 2-ке тең. Ары қарай минус пен минус плюс болады, плюс 12. Енді жақшаны ашып ықшамдайық. 9 азайтылған 9 2-ке бөлсек 4 жарым, минус 18, плюс 8 бөлінген 3 болады. Қосылған 2, азайтылған 12. Бірінші бүтін сандарды есептейік. 9-дан 18 азайтсақ минус 9, мұнда 2-ден 12-ні азайтсақ минус 10, минус 19, минус 19-ға минус 4 жарымды қосамыз. Сонда минус 23 бүтін 5 шығады. Одан кейін қосылған 8 бөлінген 3. Қосу оңай болу үшін мен 47 бөлінген 2 деп алайын. 23 жарымды, қосылған 8 бөлінген 3. Ортақ бөлім береміз 6-дан. 3-тен береміз 47-ге. 6-ға 2-ден береміз. Енді 47-ні 3-ке көбейтеміз. 120, 141 болады. 47-ні 3-ке көбейтеміз. 141. Оның алды минус, демек біз азайтамыз, 16-ны. 125, минус 125 бөлінген 6. Араласанға келтірейік. 20 бүтін 6-дан 5 болады екен. Енді минуспен шыққанмен бізге о не важно? Біз плюспен ғана аламыз. 20 бүтін 6-дан 5. Мінекей жауабымыз осы болады екен. Келесі. Интеграл. Тағы да интеграл шығарайық. Бірақ бұл бізге кішкене қиындау түрі. Мұнда 10-ның x бөлінген 4 дәрежесі деп тұр. Демек, бұл көрсеткіштік. Көрсеткіштік функцияның интегралы a-ның x дәрежесі бөлінген ln a деп табылады. Қосылтысы бар. Егер де бізде x-ның алды коэффициент болса, k деген ол алдына 1 бөлінген k болып шығады. Тура солай елер саны. Енің kx дәрежесі болсын. X-ның алды коэффициент 1 бөлінген k болып барады. Ал енің kx дәрежесі ол өзгермейді. Осы екеуін пайдаланамыз. Бірінші, 10-ның x бөлінген 4 дәрежесі. X-ның алды коэффициент қанша? 4-тен 1. Демек, ол 1 бөлінген болып барса, 4 болады. Көбейтілген, ары қарай a-ның x дәрежесін жазамыз. 10-ның x бөлінген 4 дәрежесі бөлінген ln a деп отқамыз, ол бізде 10. ln 10 болады. Қосылған, мұнда x-ның алды коэффициент 2, демек 1 бөлінген 2 болып барады. 2-ның x дәрежесі минус 1. Болды, ары қарай енді шектерін қоямыз. Минус 2-ден 2-ке дейін. 2-ні қоятын болсақ 4 көбейтілген. 2-ні 4-ке бөлсек, мұнда 2-ден 1 дәреже болады. Ал 2-ден 1 дәреже деген, ол бізде түбір деген сөз. Қазір түбірмен жазамыз. Қосылған 2-ден 1, 2-ні қойсақ, енің бізде 3 дәрежесі шығады. Азайтылған, жақша ашамыз. Минус 2-ні қоямыз енді. 4 көбейту, 10-ның минус 2-ден 1 дәрежесі бөлінген ln 10. Содан кейін қосылған 2-ден 1 енің бізде болады минус 5 дәрежесі. Жақшаны ашайық. Сонда 4 түбір асты 10, 2-ден 1 дәрежені түбір қып жазамыз. ln 10. Қосылған 2-ден 1 енің кубы. Азайтылған 4. Мұнда минус дәреже болғандықтан біз оны бөлімге жібереміз. Түбір асты 10, ln 10 деп. Қосу. Енің минус 5 дәрежесін тоже бөліміне жіберейік. Енің 5 дәрежесі деп. Ары қарай енді ықшамдау керек. 4 түбір асты 10 бөлінген ln 10. Оның қасына, мына жерде түбір асты 10 бөлімде тұр. Иррационалдықтан құтылдырайық. 4 түбір асты 10 бөлінген 10 ln 10. Қосылған 2-ден 1 енің кубы. Қосылған 1 бөлінген 2 енің 5 дәрежесі. Ортақ бөлім береміз қазір мұнда. Мына екеуіне бөлек, мына екеуіне бөлек берейік. Бөлімінде 10 ln 10. Мұнда 10-нан барады. Демек 40 түбір асты 10 болады. 40 түбір асты 10-нан 4 түбір асты 10-ды азайтсақ, 36 түбір асты 10. Қосылған
Мұнда екеуін де 2-ден береміз, e-нің 5 дәрежесінен. Мұнда e-нің 5 дәрежесінен барса, екеуі көбейтіліп, e-нің 8 дәрежесі болады, қосылған, мұнда 1. Мінекей, бұл жауабы осындай. Максимальный ақшамда 25-ші есеп. Логарифм. Бірақ мұнда, қараңдар, логарифм 3 негізді, логарифмнің ішінде көрсеткіштік теңдеу бар. 4-тің x дәрежесі қосу 1. Бірақ мына 2 логарифм бізде қандай болып тұр? Ұқсас болып тұр, мына жерде негізі мен аргументінің орны ғана ауысып тұр. Демек, жаңа айнымау енгізейік. Логарифм 3 негізі 4-тің x дәрежесі плюс 1-ді біз t деп алсақ, ал логарифм негізінде 4x плюс 1 3, ол бізде 1 бөлінген деп алсақ болады. 1 бөлінген логарифм 3 негізді 4x плюс 1 деп алсақ болады. Сонда бұл дегеніміз 1 бөлінген t-ға тең. Сонда t қосылған, екінші өрнек 1 бөлінген t, азайтылған 5 бөлу 2 кіші 0-ден. Ортақ бөлім береміз 2t-дан, 2-ден және t-дан береміз. 2t квадрат, азайтылған 5t, қосылған 2 бөлінген 2t, кіші 0-ден. Ары қарай жеке-жеке 0-ге теңестірейік. Ауымын 0-ге теңестірсек, дискриминант 5-тің квадраты 25, азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейту 2, бұл 16 болады, сонда 9 шығады. T1 T2-нің мәні 5 плюс минус 3 бөлінген 4. Қосып 4-ке бөлсек 2 шығады, азайтсақ 2, 4-ке бөлсек 2-ден 1. Бөлімінде T тең емес 0-ге. Енді ары қарай сызамыз координаты. Бірінші 0-ді белгілейміз, 2-ден 1-ді, одан кейін 2-ні. Плюс, минус, плюс, минус. Плюстан басталады, себебі t квадратын алды плюс, бөлімінде t-ның алды плюс. Бізге керек минус аралық, демек, мына аралықты белгілейміз. Енді t-ны орнына қойайық. Мұнда, мінекей, бізде t-мыз мына өрнекке тең. Логарифм 3 негізі 4-тің x дәрежесі плюс 1 тең. 0-ге теңестіретін болсақ, 4-тің x дәрежесі қосылған 1 тең, 3-тің 0 дәрежесі 1-ге тең, 1 мен 1 қысқарады, 4-тің x дәрежесі тең 0-ге. Бұл бізде мүмкін емес. Ал келесі 2-ден 1 мен 2-ні теңестіреміз. Логарифм 3 негізді 4-тің x дәрежесі қосу 1 тең 2-ден 1-ге. 4-тің x дәрежесі қосылған 1 тең болады. 3-тің 2-ден 1 дәрежесі, бұл бізде түбір асты 3. 4-тің x дәрежесі тең болады. Түбір асты 3 азайтылған 1. Сонда x-тің мәні бізде логарифм арқылы жазамыз бұл жерде. 4 негізді жақшаның ішінде түбір асты 3 минус 1 болады. Логарифм 3 негізді 4-тің x дәрежесі плюс 1 тең болады 2-ге. Енді 2-ні қоямыз. 4-тің x дәрежесі плюс 1 тең болады 3-тің квадраты 9, 4-тің x дәрежесі тең 8, x дегеніміз бұл логарифм 4 негізді 8-ге тең болады екен. Сонда бізде жауап екеуінің ортасы, 2-ден 1 мен 2-нің ортасы. Демек, жауабымыз жай жақша. Логарифм 4 негізді түбір асты 3 минус 1-ден, логарифм 4 негізді 8-ге дейін. Мінекей. Енді келесі контекстке көшейік. Контекст бізде Мемфис пирамидасы дейді. Ежелгі Мемфис қаласындағы пирамидаларға ұқсас заманауи ғимараттар жобаланды. Ғимарат дұрыс 4 бұрышты пирамида түрінде салынған. Ғимарат туралы ақпаратты оқиық бірінші. Контекстте ең бастысы берілген ақпаратты мәтінді дұрыс оқу керек. Табаны қабырғасы 36 метр болатын шаршы. Мінекей, мынау бізде табаны, биіктігі 21, бүйір беттері тең бүйірлі үшбұрыштар. Әр бүйір бетінде табаны 12 метр болатын күн панельдері орналасқан. Қарама-қарсы екі бетінде тең бүйірлі трапеция тәріздес бақылау палубалар бар дейді. Бүйір қырларының қалған бөлігі әйнектен жасалған. Барлық бүйір қырлары темірден жасалған. 26-шы тапсырма, пирамиданың табан аудан табыңыз. Әдетте 26-27 есептер бізде а деңгейлі есептер болып келеді. Оңай. Пирамида табаны бізде мынау шаршы. Шаршының ауданы а квадрат.
Демек 36-ны квадраттай саламыз, 1296 метр квадрат шығады. Енді келесі. Мұнда бағанаға пирамида, осы пирамиданың бүйір беті салынған. Панель деп отқамыз, міне төбесіндегі бөлігі панель, табан 12-ке тең. Одан кейін мына жерде бізде көру аймағы бар, трапеция тең бүйірлі. Сосын паркингі бар. Мұнда контексті айтылмаған, бірақ осындай паркинг болып берілген контексте. Бұл бізде тік бұрышты трапеция, байқасақ. Енді бізде 27-ші есеп, бір бүйір беттегі күн панелінің ауданын табу керек. Панелдің ауданын табуымыз керек. Біреуін тауып аламыз, бізде 4 жағы бар ғой пирамиданың. Сол 4-ке көбейтеміз. Енді бұл бізде тең бүйірлі үшбұрыш. Мұнда берілгенде негізінден үшбұрыштың 3-тен 1 бөлігінде орналасқан. Мынау 1 бөлік, мына жерде 2 бөлік. Тұр осындай. Осылай орналасқан. Демек бізге не істеу керек? Бірінші бүйір қырын табуымыз керек. Бүйір қырын мына жерден табайық. Міне апы бүйір қырын табамыз. Бүйір қырын табу үшін біз бірінші биіктік арқылы және диагоналін жартысы арқылы өзіміз үшбұрыш құрастырып аламыз. Тік бұрышты үшбұрыш. Бір катеті 21-ге тең, ал екінші катеті 36 болса, жалпы асы бізде диагоналі 36 түбірасты 2. Демек АО, оның жартысы, асының жартысы 18 түбірасты 2. 18 түбірасты 2. Енді арғарай апыны біз Пифагор арқылы тауып аламыз. 21-дің квадратына қосамыз 18 түбірасты 2-нің квадратын. Енді есептеп жіберейік. Бізде 21-дің квадраты 441, 18-дің квадраты 324, 12-ке көбейтеміз, 648 болады. 441 қосамыз 1089. Ол деген бізде қателеспесем 33-тің квадраты. Демек бізде бүйір қыры 33-ге теңген. Бүйір қыры 33. Ал енді 33-ті 3-ке бөлеміз. Панельдің бүйір қабырғасы 11-ге теңген, ал табаны 12-ке теңген. Енді ауданын табамыз. Ауданын табу үшін тең бүйірлі үшбұрыштың биіктік түсіреміз. Мұнда 6 6-тан бөлінеді. Енді аш табайық биіктікті. Пифагорға қайттан саламыз. 11-дің квадраты, азайтылған 6-ның квадраты. Мұнда қысқаша көбейтумен аш жерсек, 11 минус 6, 5, 11 қосу 6, 17, түбірасы 85 болады екен. Демек, биіктігіміз бізде түбірасты 85. Аудан табамыз. Аудан 2-ден 1 AH. 2-ден 1 А деп отқанымызда табаны 12, биіктігіміз түбірасты 85. Демек, 6 түбірасты 85 болады екен. Бұл бізде біреусінің ғана ауданы. Енді жалпы ауданды табу үшін 4-ке көбейтеміз. Сонда 24 түбірасты 85 болады екен. Неге 4-ке көбейттік? Өйткені бізде мына пирамидамыздың 4 жағы бар ғой. Мына жақтан көруге болады, 4 жағы бар екен. Келесі 28-ші есеп, ғимараттың көлемін табыңыз дейді. Ғимараттың көлемі бізде пирамиданың көлемімен бірдей, 3-тен 1. Ал енді келесі 28-ші есеп, ғимараттың көлемін табыңыз дейді. Ғимараттың көлемі, пирамиданың көлемін жазамыз, 3-тен 1 S табан H. 3-тен 1 көбейту. S табан бізде шаршының квадраты, 36-ның квадраты жаңағы 1296 көбейту H биіктік 21-ге тең. 21 мен 3-ті қысқартып жіберсек болады 7, ары қарай көбейтеміз. 1296-ны 7-ге көбейтеміз. 9072 болады екен. Метр куб. Келесі 29-ші есеп. Пирамиданың барлық бүйір қырларының жалпы ұзындығын табыңыз дейді. Бізде пирамиданың барлық бүйір қырлары деп отқанымыз, 1 қыры, 2 қыры, 3 қыры және 4 қыры бар.
барлығы бірдей. Біз жаңағы 27-ші есепте, кажется, таптық бүйір қырын. Мінекей. АП деген бізде бүйір қыры 33-ке тең болды. Демек 33-ті мұнда 4-ке көбейте саламыз, себебі бізде 4 қыры бар. 132 болады. 132 метр болады екен. Яғни алдыңғы есептегі шығарған затымыз бізде келесі есептерге көмектеседі контекстте. Келесі 30-ші есеп. Әйнектермен қапталған беттердің жалпы ауданы табыңыз дейді. Мұнда әйнек деп отқанбыз, панельді есептемейміз, көру аймағын есептемейміз, паркингті есептемейміз. Осыларды есептемеген кезде мынау бөлік бар ғой бізде. Қалған бөлік сол шыныдан жасалған. Мынау бөліктің бәрі шыныдан жасалған. Осылардың аудан табуымыз керек 4 беттегі. Ол бізде бүйір жағы, қалған жақтарында бізде тек қана панельдер бар. Енді жазайық. Бізде 4 панель бар. Қазір алып тастаймыз. Олардың ауданы бар, шыныдан жасалмаған. Көру аймағы бар. Оның ауданын азайтып тастау керек. Сосын паркинг бар, А, Б паркинг. Әрқайсының ауданын тапайық. Жаңа біз панельдің ауданын тауып қойдық. Жазып қойайық. Панельдің ауданы бізде қандайды? 24 түбірасты 85 жауапысы. Панельдікі 24 түбірасты 85. Енді көру аймағы. Көру аймағы бізде ол трапеция, тең бүйірлі. 6, 12, 2 биіктік түсірейін мен. 6-ға қарама-қарсы жатқан қабырға мынауда 6. Демек 12-ден 6-ны азайтамыз 6, 12-ке бөлеміз 3. 2 шеті бізде 3-ке тең екен. Мұнда бүйір жағы, бүйір қыры 5-ке тең, 5, 3, Пифагормен, демек биіктігі 4-ке тең деген сөз. Енді аудан табайық. Трапецияның ауданы А қосу Б бөлу 2 көбейту H. А мен Б 12 мен 6-ны қосамыз, 2-ке бөлеміз 9 болады. Арқарай 4-ке көбейтеміз 36. Көру аймағының ауданы бізде 36 екен. Келесі паркинг. Бізде А және Б паркингтің өлшемдері бірдей, демек біреуінің ауданын тауып 2-ке көбейте салсақ болады. Мұнда 6, 9, 4. Барлығы бар, барлығы берілген. 4 деген бізде биіктігі. Сонда 6 қосу 9 бөлу 2 көбейту 4. 30 болады. Бізде екеу, мынау 30, мынау да 30, демек 60. S-тен 60-ға тең. Енді келесі. Енді жалпы біз нені табуымыз керек? Үшбұрыш бар ғой біздеге. Осының ауданын табуымыз керек. Бұл жерде табаны 36-ға тең, бүйір қыры 33-ке тең. Үлкен қып сызып алайын. 33 бүйір қырлары, табаны 36. Биіктік түсіреміз. Тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын табу үшін 18-18-ден бөлінеді. Биіктікті есептейік. H-тен 33-тің квадратынан азайтамыз 18-дің квадратын. Мұнда бізде шығады 3 түбірасты 85 шығады. S-тен 2-ден 1 A H-қа саламыз. A деген 36 табаны, H бізде 3 түбірасты 85. Сонда 54 түбірасты 85 болады. Қателеспесем. 54 түбірасты 85. Енді біз бұны 4-ке көбейтейік, себебі бұл бізде бір бүйір жағы. Бір бүйір жағаны. Бізде 4-еу бар пирамидада. 54-ті 4-ке көбейтеміз. 216. 216 түбірасты 85 азайтылған. Одан азайтамыз. Мынау бөліктерді. Панель бізде 24 түбірасты 85. Азайтамыз. Көру аймағы 36-ны азайтамыз. Паркингтер бізде 60. 216-тан 24 азайтсақ 192. 192 түбірасты 85 азайтылған 96. Мінекей. Осымен контекст бізде аяқталды. Келесі сәйкестендіру тапсырмалары 31. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның тақ мүшелерінің қосындысы осыншаға тең, ал жұп мүшелерінің қосындысы 15 бөлінген 247-ге тең дейді. Тақ мүшелері деген бізде B1, B3, қосу B5, осылай шексіз кете береді. 80 бөлінген 247. Жұп мүшелері B2, B4, B6,
қосылған осылай кете береді. 15 бөлінген 247. Енді ары қарай формуламен ашайық. b1 қосылған b1 q квадрат болады. b1 q-дің бізде мынау b5-міз q-дің 4 дәрежесі болады. Қос нүкте 80 бөлінген 247 бөлімінде b2 деген b1 q, b4 деген b1 q квадрат қосылған b1 q-дің b1 q куб болады. Мұнда b1 q-дің 5 дәрежесі. 15 бөлінген 247. Енді мұнда жақшаның сыртынан нені шығаруға болады? Шығарайық. b1-ді шығарамыз. 1 қосу q квадрат қосу q-дің 4 дәрежесі осылай кете береді. 80 бөлінген 247 қалады. Екіншісінен b1-ді шығаруға болады және q-дің өзін шығаруға болады. Сонда 1 қосылған q-ді шығарсақ 2 дәреже қалады. 5-тен 4 дәреже қалады. Осылай кете береді. 15 бөлінген 247. Мұнда байқап қарасақ, жақшалар қысқарып кетеді бірден. Бөліп жібереміз бір-біріне. 247 мен 247 қысқарады. b1 мен b1 қысқарады. Сонда ауымында бізде барлығы қысқарды 1 қалады. Бөлімінде q қалды. Мына жерде 80 мен 15-ті қысқартып жіберсек болады. 5-ке қысқартайық. 3. Мұнда 5-ке бөлсек 80-ді 16. 16 бөлінген 3. Демек q-дің мәні 3 бөлінген 16. Мінекей, q-дің мәнін таптық. Енді осы q-дің мәні арқылы біз b1-дің мәнін табайық. b1-дің мәнін табу үшін бізде қоя салу жеткіліксіз, өйткені мына жерде қос нүкте бар, біз оны есептей алмаймыз. Біз былай жасайық. Мынау бастапқы екі теңдеуді қосайық. b1 жалғасы мінекей. b1 қосу b2 қосу b3 деп кете береді. Бұл барлық мүшелерінің қосындысы. Екеуін қосамыз. 247-ден 80-ді 15-ке қоссақ 95. Сонда жалпы барлық мүшелерінің қосындысы 95 бөлінген 247 екен. Енді барлық мүшелерінің қосындысы оны формуламен жазсақ болады. b1 бөлінген 1 минус q деп. 95 бөлінген 247. Ары қарай тапқан q-мізді орнына қоямыз. b1 бөлінген 1 минус 3 бөлінген 16 тең 95 бөлінген 247. b1 мұнда бөліміндегі 16-ны ауымына алып келейік. Ортақ бөлім берсек 16-тан 3-ті азайтамыз. 13 қалады бөлімінде. 95 бөлінген 247. Пропорциямен b1 дегеніміз 13 пен 95-ін көбейтіндісін 16 мен 247-ге бөлеміз. Енді қысқартайық. 247 бізде 13-ке бөліне ме? Бөлейік. 247-ні 13-ке бөлеміз. 19 шығады екен. Келесі 95-ті 19-ға бөлеміз. 5. Сонда ауымында 5 бөлімінде 16 екен. Мінекей, мынау бізде b1-дің мәні. Кішкене күрделесеп, келесі 32. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 5-ке тең, тең бүйірлі үшбұрыштың табанының бұрышының косинусы 0,8-ге тең. Сәйкестендіріңіз дейді. Төбесінің синусы үшбұрыштың ауданы. Тең бүйірлі үшбұрыш сызбалайық. Бүйір қабырғасы 5-ке тең. Табанмен жасайтын бұрыштың косинусы альфа болсын. Міне осы альфа косинус бізде тең 0,8-ге. Енді біз төбесінің бұрышын тауып алуымыз керек. Ол үшін біз былай жасайық. Тең бүйірлі үшбұрышта биіктік түсіреміз. Биіктік түсіргенде мына екі қабырға бірдей болу керек. Мен суретімде кішкене дұрыс емес кетті, қисықтау. Бірақ негізі бірдей болады. Сосын мынау тікбұрышты үшбұрышты қарастырайық. Мұнда альфа бар, 5 бар, гипотенуза. Мынау қабырға жоқ, Косинус альфа дегеніміз бізде тең болады. Іргелес жатқан катет А-ның гипотенуза 5-ке қатынасы. Сонда косинус А деп отқанымыз, косинус альфа деп отқанымыз 0,8 тең А бөлінген 5. А-ның мәні 0,8 мен 5-ті көбейтсек 4. Демек А-ның мәні 4 екен. Мынау 4, мынау 4. Сонда біздің тең бүйірлі үшбұрышымыз 5, 5, табаны 8. Енді төбесінің бұрышының синусын табайық. Бұл бізде бетта бұрышы болсын. Бірінші, косинустар теоремасын салып тауып алайық. Косинус бетта тең 5-тің квадраты, қосу 5-тің квадраты, азайту 8-тің квадраты бөлінген, екеселенген 5 көбейтілген 5. Мұнда 25, 25, 50, 50-ден 64 азайтсақ, минус 14, минус 5 шығады екен. Демек, бұл доғау бұрыш деген сөз. Косинустан минустан шықса, демек доғау. 2 көбейту 25.
2 мен 14-ті қысқартамыз, минус 7 бөлінген 25. Бірақ бізге не табу керек? Синус табу керек қазір. Синус беттаны табамыз, ол үшін формулаға саламыз. Бір азайту косинус квадрат деген. Сонда түбір астына бір азайту 49 бөлінген 625 бөлімінде 625, ал мында азайтып жіберсек 625-тен қазір 49 азайтамыз. 576. Ол 24-тің квадраты. Сонда 24 бөлінген 25 қалады. Бізде доғау бұрыш болса да синус екінші ширекте плюс қой. Демек, жауабы плюспен шығады. Мінекей бір жауабын таптық. Енді келесі үшбұрыштың ауданы. Бізде синустың мәні бар. Демек, 2-ден 1 абыға сала салайық. 2-ден 1 абы синус альфа. 2-ден 1 көбейту. Бұл жерде бізде синус альфа емес беттаны алайық. Бетта бұрышының қасында 5 пен 5 деген екі қабырға тұр. Екеуін аламыз. 5 көбейту 5. Екеуінің ортасындағы бұрыштың синусы 24 бөлінген 25. Мұнда 25 пен 25 қысқарады. 2 мен 24-ті қысқарсақ 12. Демек, жауабы 12 екен. Ауданы 12, ал бұрыштың синусы 24 бөлу 25. Келесі 33-ші есеп. Шеңбердің радиусы 7 см. О нүктесі шеңбердің центрі. М түзуі берілген дейді. Қандай да бір түзу бар, О нүктесінен М түзуіне дейінгі қашықтық x болсын. Белгісіз ол бізде қанша екені. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуын сәйкестендіріңіз. А x тең 7 см болғанда. Бізде шеңбердің радиусы 7. Және x 7-ге тең дейді. Демек, шеңбердің центрі мен М түзуінің арасы x-міз 7-ге тең. Демек, түзу бізде осылай орналасады емес пе, жанама болып. Өйткені арақашықтық бізде бірдей. Радиус пен шеңбер мен түзудің арасында қашықтық бірдей. Демек, бұл жерде жанама түзу мен шеңбер жанасады. С варианты. Келесі Б. X тең 5,5. 5,5 бізде 7-ден кіші, демек, М түзуіміз бұл жағдайда бұайнан орналасады. Бұл жерде түзу мен шеңбер екі нүктеде қиылысады. Бірінші нүкте, міне екінші нүкте. 5,5 болса. Демек, бұл А жауабы. Бұл осындай теория сияқты есеп. Келесі 34-ші есеп. Айырымы 0-ден өзгеше 4 сан арифметикалық прогрессия құрайды дейді. 4 санды жазайық. А1. Келесі бізде А2, бірақ мен оны А1 қосуды деп жазам. Келесі А1 қосылған 2-ді. Келесі 4-ші мүшеміз А1 қосылған 3-ді болады. Берілгені осы. Енді айтады, екінші немесе үшінші санды сызып тастаса, геометриялық прогрессия шығады дейді, осы үшеуінен. Геометриялық прогрессияның еселігін тап. Енді қарайық. Екінші мүшесін сызып тастаса. Екінші мүшесін біз сызып тастадық. А1 қосу 2-ді, А1 қосу 3-ді деген, ол бізде енді геометриялық прогрессия. Прогрессия деп қой. Геометриялық прогрессияда бізде не бар? D емес, бізде енді Q бар. Ал Q-дің мәнін біз қалай тапсақ болады? Мұнда жазып қойын. Q деген бізде B2 бөлінген B1 деп тапсақ болады. Немесе B3 бөлу B2 деп тапсақ болады. Дұрыс қой. Осыған саламыз. Осы теңдеуді біз қазір шығарамыз. B2 бөлу B1. Яғни екінші мүшесі A1 қосу 2-ді бөлеміз. Бірінші мүшесі A1-ге. Одан кейін үшінші мүшесі B3. A1 қосу 3-ді бөлеміз. Екінші мүшесі A1 қосу 2-діға. Енді шығарайық пропорциямен. A1 қосу 2-дінің бізде квадраты, екеуі бірдей. Оң жағында A1, жақшаның ішінде A1 қосу 3-ді. Қысқаша көбейтумен шығарамыз. A1 квадрат қосылған 4A1-ді қосылған 4-дінің квадраты тең A1-дің квадраты қосылған 3A1-ді. Мұнда A1 квадрат пен A1 квадрат қысқарады. A1-ді азайтып жібереміз. Сол қарай өткізіп A1 көбейтуді тең 4-дінің квадратын минус пен оңға қарай өткізейік. D мен D-ны қысқартуға болады. Сонда A1 тең минус 4-ді шықты. Енді біз Q-дің мәнін табу үшін Q тең B2 бөлу B1-ге салайық. B2 деген бізде мынау, A1 қосу 2-ді бөлінген A1 етін. A1-ның орнына апарып, минус 4-ді қоямыз. Минус 4-ді қосылған 2-ді бөлінген A1-ның орнына минус 4-ді жазамыз. Минус 2-ді бөлінген минус 4-ді, минус пен минус плюсті береді. D мен D қысқарады, сонда 2-ден 1 қалады. Мінекей.
Жауап осы. Бұл бізде А вариантының жауабы 2-1 деген 0,5. Мінекей. Аныкі 0,5 болады екен. Енді үшінші мүшесін сызбастаймыз. Тура осылай. Мен оны басқа пастымен көрсетейін. Енді В. Үшінші мүшесін сызбастаса бізде А1 қалады. А1 қосу Д қалады. Одан кейін мынаны сызбастаймыз. А1 қосылған 3D қалады. Геометриялық прогрессия құрайды болар бізде. Q-ды табамыз. Q-ды табу үшін екіншісін біріншіге бөлеміз. А1 қосу Д бөлінген А1 тең А1 қосылған 3D бөлінген А1 қосылған Д. Тез есептеп жіберейік. А1 квадрат қосылған 2 А1D қосылған Д-ның квадраты. Пропорциямен істеп жатырмыз. Тура мынау жердегідей, алдындағыдай қосу 3 А1D. Сонда А1 квадрат қысқарады. Мұнда А1D тең болады D квадратқа. D мен D қысқарса А тең D-ға. А1 мен D-мыз бізде тең екен. Енді апарып орнына қоямыз. Q-дің мәнін табу үшін А1 қосу D бөлінген А1. D қосу D бөлінген D тең 2D ауымында бөлімінде D қысқарады 2 қалады. Сонда екіншінің жауабы бізде 2 екен. Және С тобының есебі сондай. Келесі 35-ші есеп. Суретте тең қабырғалы үшбұрыштар шексіз көп берілген. Әрқайсысының қабырғасы алдыңғыларының ортасыздығына тең етіп жасалған. Ең үлкен үшбұрыштың қабырғасы 12-ке тең. Мынау бізде 12. 12, 12, 12. Келесі ортасыздық. Ортасыздық бізде қабырғаның жартысын, демек 6-дан, 6, 6, 6. Ішіндегісі 3, 3, 3. Ары қарай 1,5 болып кете береді. Солай. Енді айтады, барлық үшбұрыштардың периметрлерінің қосындысы дейді. Бірінші үшбұрыштың периметрін табайық. P1 12-ні 3-ке көбейтеміз, 36. Екінші үшбұрыш ішіндегі 6-дан құралған 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18. P3 келесісі 3-ті 3-ке көбейтеміз, 27. Байқап қарасақ, бұл бізде прогрессияға ұқсайды. Шексіз кемелі 36, 18, 27 емес, 18. Мұнда бізде 9 болады, кешірім сұрайым. 3-ті 3-ке көбейтсек, бізде 9, мына жерде 9. 9, осылай кете береді. Мұнда B1-дің мәні 36, ал Q бізде 2-ке азайып жатыр, демек 2-ден 1-ге тең деген сөз. Енді S-тің мәнін табамыз қосындысын. B1 бөлінген 1 минус Q. Талай есеп шығардық, осыған шексіз кемелі прогрессияға. B1 36 бөлімінде 1-ден 2-ден 1-ді азайтамыз, 2-ден 1 болады, сонда 72 болып кетеді. 2 36-ға көбейтіледі. Сонда біріншінің жауабы бізде 72 екен. Келесі, екінші сұрақ. АВ табанына параллель барлық орта сызықтарының қосындысы. АВ-ға параллель бізде мінекей мынау сызық 6-ға тең, оған параллель мынау 3, келесі 1,5, осыға кете береді. Демек 6 қосылған 3, қосу 1,5, осылай кете береді. Бұл да бізде шексіз кемел геометриялық прогрессия. B1 6-ға тең, Q-дің мәні мұнда 2 есе азайып жатыр. Тоже 2-ден 1. S-тің мәнін табамыз енді. 6 бөлінген 1 азайту 2-ден 1 тең 6 бөлу 2-ден 1 тең 12. Бұның жауабы 12 екен. Келесі есеп 36. Көп жауаптық есептер. Мұнда теңдеулер жүйесі келіпті. X пен Y-тің көбейтіндісін табуымыз керек. Логарифм 10 негізді X. Жалпы бізде логарифм 10 негізді емес, LG деп жазады. 10 негізіні LGX қосу LGY-тен 3. Бөлімінде LGX азайту квадрат, LG квадрат X азайту LG квадрат Y тең 3. Жүйеге аламыз. Екінші теңдеуде бізде квадраттардың айырымы болып тұр. Бұл бізде формуаға келеді. LGX азайту LGY бірінші жақшада көбейтілген LGX қосу LGY екінші жақшада тең 3. Қосындының мәні бізде бірінші теңдеуде, мынау 3-ке тең. Демек, LGX азайту LGY бізде тең болады. 3-ті 3-ке бөлсек 1. Азайтындысы 1-ге тең екен. Енді астына қосындысын жазамыз. Бізде қосындысы 3-ке тең, айырымы 1-ге тең. Осы екеуінен жүйе құрастырсақ болады. Екеуін қосып жіберейік. LGX-қа LGX-ті қоссақ 2 LGX, LGY-тар қысқарады, өйткені таңбалар әртүрлі. Қосылған 4. LGX тең 4-ті 2-ке бөлсек 2-ке тең, X-тен бізде LG деген 10, негізінде 10-ның квадраты 100. X-тің мәнін таптық. Енді Y-тің мәнін табайық. LGX азайтылған LGY тең 1. Бірінші теңдіктен тауып жатырмын.
Мұнда l-ге x-тің мәні бізде қаншаға тең болды? 2-ге тең болды. 2 азайту l-ге y тең 1. Мұнда l-ге y тең 1-ге тең. L-ге y дегеніміз ол 10-ның 1 дәрежесі 10-ға тең. Жауабы сонда 100 бен 10 екен. Енді екеуінің көбейтіндісін табу керек бізде. 100-ге 10-ды көбейтсек 1000 шығады. Содан 1000 деген жауапты белгілейміз. Келесі, модуль x кіші 1-ден. Қарайық, x квадрат, x4, x-тің 6 дәрежесі бізде шексіз кете береді. Шексіз кете берсе, бұл бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Көп есеп шығарып жатырық, шексіз кемеліге. Модуль x 1-ден кіші. Неге 1-ден кіші? Өйткені шексіз кемелі геометриялық прогрессияда бізде q-дің мәні 1-ден кіші, модуль q 1-ден кіші ғой. Мұнда q-дің орнында бізде x деп жазған. Енді бұл жерде бірінші мүше b1 x квадратқа тең, q-дің мәні қарайық. Бізде қаншаға артып жатыр? X квадратқа артып жатыр, дәрежесіне 2 қосылып жатыр. Демек q-дің мәні x квадрат тоже. Формула саламыз s-тен қосындысы бізде b1 бөлінген 1 минус q. b1 x квадрат бөлінген 1 азайту q-дің мәні x квадрат тең. Бұл бізде қосындыны жаздық біз қазір мынаны. Бұл тең болады 3-ке. Пропорциямен шығарамыз. X квадрат тең 3 азайтылған 3x квадрат. 4x квадрат тең 3. X квадрат тең 3 бөлінген 4. X-тің мәні плюс минус түбірасты 3 бөлінген 2. Плюсты да минусты да алсақ болады. Себебі ол 1-ден кіші. Бізде минус 1-ден кіші. 1-ден кіші, минус 1-ден үлкен. Яғни бізде мынау деген 1-ден кіші деген сөз минус 1 мен 1-дің аралығындағы сандарды алуға болады деген сөз ғой. Бізде шыққан екі жауапты осы аралыққа жатады. Сонда А вариантын белгілейміз және Д вариантын белгілейміз. Кеттік. Келесі 38-ші есеп. А нүктесінен координатасы берілген, осы жазықтыққа дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. Бізден нүктеден қашықтыққа дейінгі жазықтыққа дейінгі қашықтықты табатын өзінің формуласы бар, Мысалы D болсын бізде. Қашықтығымыз D тең модуль ішінде AX нолевой, қосылған BY нолевой, қосылған CZ нолевой, қосылған D. Модуль ішінде, если минустан шықса, үстінен біз плюс қыбаға береміз. Ал бөлімінде түбірасты A квадрат, қосу B квадрат, қосу C квадрат. Енді ABC деген не? Соны табайық. ABC деген бізде X-тің алдында коэффициент, Y-тің алдында және Z-тің алдында коэффициент. Ол бос мүшеміз D-ға тең. X0, Y0, Z0 деген мінекей берілген координатаға. Енді орнына қоямыз. Минус 1-ді көбейтеміз 3-ке минус 3. Одан кейін 5-ті 3-ке көбейтеміз плюс 15. Одан кейін 4 пен минус 6-ны көбейтеміз минус 24. Қосылған соңында 10 бар. Бөлімінде түбір астында 3-тің квадраты 9. Қосу 5-тің квадраты 25. Қосылған минус 6-ның квадраты плюс 36. Ал мұнда 12-ні береді. Минус 3 плюс 15. 12-ден 24 азайтсақ минус 12. Сонда минус 2 шығады. И оны 2 деп жазамыз. Бөлімінде 25 пен 36-ны қосатын болсақ 61, 61-ге 9 қоссақ түбірасты 70. Мәнекей бұндай жауаптар бізде С вариантында бар. Одан кейін абайлау керек. Иррационалдықтан құтылдырамыз. 2 түбірасты 70 бөлінген 70 қысқаратты түбірасты 70 бөлі 35. Осындай да жауап болуы мүмкін. Мәнекей бар екен. 2 жауап қана дұрыс. Иррационалдықтан міндетті түрде құтылдырамыз. Келесі 39-ші есеп. Теңдеулер жүйесінің шешімін табыңыз дейді. Мұнда біз жаңа айнымалы енгіздік, өйткені түбірдің астындағы өрнектер бізде бірдей. X қосылған Y 4 дәрежеліні біз алайық, А деп алайық. Екі жағын квадраттаймыз, сонда қарапайым квадрат түбір қалады. X қосылған Y түбір астында тең А квадрат. Енді азайтындысын алайық, оны біз B деп алайық. X азайтылған Y тең екі жағын квадраттаймыз, B квадратқа тең. Енді жазатын болсақ, оңай түрде А азайту B тең бізде 4-ке. А квадрат болады, мынау түбіріміз азайту B квадрат тең 8. Тура жаңағы алдыңғы есеп сияқты. А квадрат минус B квадрат, ол бізде формула. А минус B, А плюс B. Тең 8. Ал А минус B-ның мәні бізде 4-ке тең. Демек, А плюс B деген ол бізде 8-ді 4-ке бөлеміз, 2-ке тең. Қосындының мәні 2-ке тең. Енді азайтындысының мәні 4-ке тең екенін жазамыз.
Енді екеуін қосып жіберуге болады. Б мен минус Б қысқарады. А мен А 2А қосылған 2 мен 4 6. А тең 3-ке. Аның мәні 3-ке тең екен. А 3-ке тең болса, Б-ның мәні минус 1-ге тең. Енді орнына қоямыз. Мұнда 4-түк түбір асты x қосылған y тең болады 3-ке. Енді екі жағын 4 дәрежелейміз. Сонда x қосылған y қалады тең 81. Ары қарай 4-түк түбір асты x қосылған y тең болады. Азайтылған, тең минус 1. Мұнда бірақ 4 дәрежелеуге болмайды. Себебі минустан шықты бізде. Жұп дәрежелі түбірде минустан шығуы мүмкін емес, сондықтан бізде шешімі жоқ болады. Осылайша бұл есептің шешімі жоқ екен. Келесі енді ең соңғы есеп бізде стереометрия, цилиндр және қиық конус берілген. Цилиндрдің табан радиусы 3-ке тең. Мынау, қиық конустың үлкен табан радиусы 9. Ол бізде 9 жалпы. Мынау бөлігі 3, демек қалған бөлігі 6 деген сөз. Және биіктігі 12. Екі фигураның көлемдерінің қосындысын табыңыз дейді. Мұнда бізде цилиндрдің көлемінің формуласы керек. Пи r квадрат h. Ары қарай қиық конустың көлемі 3-тен 1 пи h жақша ішінде r1 квадрат қосылған r2 квадрат қосылған r1 r2. Осы екеуін тауып қоса салу керек. Бізде барлығы берілген есепте. Пи көбейтілген r-дің квадраты, мұнда цилиндрдің радиусын аламыз. 3-дің квадраты 9 көбейтілген 12. Сонда 108 пи болады, 108 пи. Келесі қиық конус. Конуста пирамидада 3-тен 1 деген жүреді. Көбейтілген 12, қысқарта салайық, 4 болады. Жақша ішінде 3-дің квадраты 9 қосылған r2-ның квадраты, 9-ның квадраты 81 қосылған r1 көбейту r2. 3 пен 9-ды көбейтеміз, 27. Сонда мұнда 90, 90-ға 27-ні қоссақ 117, 117-ні 4-ке көбейтеміз, 468 пи. Енді екеуін қосатын болсақ, V цилиндр қосу V конус бізде болады 576 пи. Жауабы осы екен. Бүгін осымен нұсқамыз аяқталды. Ұнады деген ойдамын. Жақсы, сау болыңыздар.